Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін өтетін тақырыбымыз мәтіндік құжатпен жұмыс, сілтемелер. Бүгін үйренетініміз мәтіндік құжаттармен жұмыс жасау барысында сілтемелерді ұйымдастыру. Сілтемелер тобының батырмалары. Балалар, сендер құжаттармен жұмыс жасайтын программалармен таныссыңдар. Мәтіндік құжаттармен жұмыс жасау өте маңызды. Өйткені қажетті құжаттардың барлығы дерлік мәтіндік редакторда жазылады. Атап айтатын болсақ, өздерінің оқулықтарын, газет-журналдар, іс-қағаздардың барлығы мәтіндік редакторда жасалып өңделеді. Мәтіндік редактор мәтіндік құжаттар құруға, оларды түзетуге, оны басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданбалы программа. Енді балалар, мәтінді редакторда құжаттарға сілтеме жасау мүмкіндіктерін қарастырайық. Сілтеме дегеніміз не? Сілтеме ссылкой керекті парақты немесе суретті екінші құжатқа, бір сайттан екінші сайтқа, немесе осы сайттың бір бөлігіне апаратын элемент. Керекті парақты көру үшін оған сәйкес сілтемені тінтуірмен шерттеңдер болғаны. Сілтемелер бір объектіден екінші объектіге бірден ауысу үшін, яғни бір программамен екінші программаның байланысын ұйымдастыру мақсатында да қолданылады. Сілтемелер нұсқамалар, нысандық көрсеткіштер және мазмұны кез келген мәтіндік құжатты әдемі етіп көрсетеді. Енді балалар, мәтіндік құжаттардың бөліктеріне сілтеме қалай қойылады? Ол үшін мәтіндік құжаттардың бөліктеріне сілтеме жасау үшін мәзір жолағынан сілтемелер тобын таңдаймыз. Кітаптарының 123 бетіндегі 74 суретке назар аударамыз. Енді балалар, сілтемелер тобының батырмаларымен танысайық. Сілтемелер тобында орналасқан бірінші батырма мазмұны деп аталады. Мазмұны батырмасының көмегімен құжаттардың мазмұнын және мазмұнның әртүрлі типтерін жасауға болады. Мазмұны батырмасы құжаттағы тақырыптарға көрсетілген сілтемелерді бір тізімге жинайды. Сілтемелер тобының екінші батырмасы нұсқамалар. Нұсқамалар көмегімен құжаттың кез келген бөлігіне нақыл сөздер, түсіндірмелер, қосымша мәліметтер қосуға болады. Сілтемелер тобының келесі батырмасы сілтемелер және әдебиеттер тізімі. Бұл батырмалардың көмегімен кітаптарға, мақалаларға немесе басқа материалдарға сілтеме қосу арқылы ақпарат көзін көрсетуге болады. Атаулар, названия, элементтер тобында кейін мәтінде сілтеме беру үшін суреттер мен кестелерге атаулар беретін батырмалар орналасқан. Олар суреттерге немесе басқа объектілерге белгі қосуға да мүмкіндік береді. Қиылысқан сілтемелер жасау барысында ағымдағы құжаттың элементтері қолданылады. Нысандық көрсеткіш. Көрсетілген кілт сөздерге құжаттың бет номерлерін қоюға мүмкіндік береді. Нысандық көрсеткіш ағымдағы құжаттың соңына дейін қойылады. Сілтемелер тобының соңғы батырмасы басқару элементтерінің тобы сілтемелер кестесі. Сілтемелер кестесі элементтері нысандық көрсеткіш элементтеріне ұқсайды, бірақ сілтемелер кестесі заңдарға, ақпарат көздеріне, нормативті құжаттарға сілтемелер тізбегін құруға мүмкіндік береді. Енді балалар, компьютерде практикалық жұмыс орындайық. Word мәтіндік редакторын іске қосамыз. Интернеттен танымал ақын жазушылар туралы ақпараттарды көшіріп қоямыз. Ақын жазушылар туралы ақпараттарды үш бетке ыңғайлап жазамыз. Сілтемелер мәзірін таңдап, мазмұны батырмасының көмегімен мазмұн жасайық. Сілтемелер мәзірін таңдап, әдебиеттер тізімінің сілтемесін жасайық. Пайдаланылған әдебиеттер тізімін жазыңдар. Балалар, бүгін өткен тақырыбымыз мәтіндік құжатпен жұмыс, сілтемелер тақырыбы. Үйге тапсырма. Сілтемелер тобының батырмаларын көрсетіңдер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.